Достар, бүгін біз сіздермен бірге булочки жасайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға ұнымызды елейміз. Үстіне қант, тұз және де дрожжды салып, бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Одан соң үстіне жұмыртқаны, сүтті және де ерітілген сары майды саламыз. Қамырды елеп болған соң, оны бірнеше сағатқа ашытамыз. Қамырымыз ашыған соң, видеодағыдай бірнеше бөліктерге бөліп, доңғалақ формада шариктерге келтіретін боламыз. Булочкаларды формаға қойып, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Одан соң үстіне жұмыртқаның сары уызын жағып, 250 градуста қыздырылған пеште 15 минутта пісіріп алатын боламыз. Біздің үлпілдек, дәмі тіл еретін тәп-тәтті булочкалар дайын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Ас болсын!